Әбу Михжан әс-Сақафи, оған Алла разы болсын, пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, сахабасы еді. Ішімдікке салынған жан болған. Исламға дейін ол тіпті хамыр, шарап туралы өлең шығаратын болған. Тіпті оның балаларын айтқан өсиеттерінің бірінде: егер мен өлсем, менің қабіріме ішімдік құйыңдар, менің сүйектерім оны өзіне сіңірсін деген. Соншалықты шарапқа тәуелді болған. Кейінірек мұсылман болған кезінде ішімдікті тастай алмай қиналады. Субханаллах. Ол тіпті пайғамбарымызбен, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бірге мұсылмандармен шайқастарға қатысқан сахаба еді. Бірақ ол шарап ішіп қоя беретін болғандықтан, оған жиі дүре соғылатын. Тіпті Әбу Бәкір, оған Алла разы болсын, халифа болған кезінде, кейін Омар ибн Хаттаб, оған Алла разы болсын, халифа болған кезінде де жаман әдетінен арыла алмаған. Ол кезде оның жасы егде тартқан еді. Омар ибн Хаттабтың, оған Алла разы болсын, халифалығы кезінде мұсылмандар Қадисия шайқасында парсылармен соғысқан болатын. Парсылардың билеушісі нағыз жауыз еді. Тіпті өзінің қарапайым халқына күн бермейтін залым болған. Сол соғыста Әбу Михжан мас болып келген. Оны көрген Сағд ибн Әби Уаққас, оған Алла разы болсын, мұсылман әскерінің қолбасшысы оған әдеттегідей дүре соққызады. Кейін Қадисия шайқасы басталған сәтте, Әбу Михжанға, оған Алла разы болсын, жаза ретінде оны соғысқа қатыстырмай, жаслап тұрып байлап: сен бізбен парсыларға қарсы соғысқа бармайсың, мұсылман үмметіне қызмет жасау бақытынан мақрұм боласың дейді. Әбу Михжан жылай бастайды, жылауын тоқтатпайды. Сағыт, оған Алла разы болсын, кетіп бара жатқанда оған: мені Алла жолынан тоқтатпашы дейді. Білемін, мен қателік істедім, маған тағы бір мүмкіндік берші, мен Алла жолында қызмет етуден қайтармашы, ішімдік ішу дұрыс емес екенін білемін, бірақ мені Аллаға қызмет етуіме мүмкіндік берші. Сіздердің кейбіреулеріңіз порноға немесе басқа күнәға тәуелді болуларыңыз мүмкін. Бірақ сіз Алланы және оның елшісін, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, жақсы көресіздер ғой. Егер күнә істеп қоятын болсаңыз, онда сіз Алланы және оның елшісін, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жақсы көрмейсіз деген сөз емес. Сіз күнәға тәуелділіктен арылуыңыз қажет, күнәдан алыстауыңыз керек. Осыны Алла сізден күтеді. Сағыт, оған Алла разы болсын, оған: сенімен сөйлесіп тұратын уақытым жоқ, Қадисия шайқасынан кейін ісім сенімен болады дейді. Сөйтіп Әбу Михжанды өзінің үйіне қарсы бетте тұрған сарайға жақсылап байлап кетеді. Сағыт, оған Алла разы болсын, Қадисия шайқасына кеткеннен кейін оның әйелі Сәлма, оған Алла разы болсын, Әбу Михжанның дауыстап қатты жылап жатқанын естиді. Бір нәрсе болып қалған екен деп, жылаған Әбу Михжанға, оған Алла разы болсын, жүгіріп барады. Не болып қалды дейді. Мені Алла жолынан тоқтатпашы, мұсылмандарға қосылып соғысуға мүмкіндік берші дейді. Сәлма оған: қалайша сені олармен соғысқа аттандырайын? Менің күйеуім мұсылмандардың қолбасшысы сені байлап кетті емес пе? Сенің қайта осында оралатыныңа не кепіл? дейді. Әбу Михжан оған: мен Алланың атымен ант етемін, егер сен мені босатсаң, мен жүзімді матамен жасырып, Қадисия шайқасына қатысамын. Кейін қайтадан оралып өз-өзімді байлап қоямын. Және соғысқа барғаным туралы ешкімге тіс жармаймын дейді. Сәлма оның сөзінен шынайылықты көреді, ықыласын байқайды. Міне, мұсылманның парасаты деген осы. Сәлма Әбу Михжанның шыншылдығын көрді, сөйтіп оны босатады. Әбу Михжан жүзін жасырып шайқасқа қатысады. Асқан жан кешілікпен соғысады. Сағыт, оған Алла разы болсын, қасындағылардан: бұл жауынгер кім деп таңырқап сұрайды. Шайқас аяқталғаннан кейін Сағыт, оған Алла разы болсын, жауынгерлерінен бағанағы жүзін жасырып соғысқан жауынгеріміз қайда? Алдыға шық, біз саған алғыс айтып олжадан бөліп беріп, және дұға жасайық дейді. Бірақ ешкім орнынан қозғалмайды. Сағыт, оған Алла разы болсын, бағанағы жауынгер кім екен деген ойға батады. Әбу Михжан болса қамалған орнына оралып, өзін байлап, болған оқиға туралы ешкімге айтпайды. Сағыт, оған Алла разы болсын, Қадисия шайқасынан келгесін әйеліне: біз Қадисия шайқасына қатыстық. Шайқас барысында жүзін жасырған жауынгер асқан ерлік көрсетті. Шайқас аяқталғаннан кейін оны шақырып іздестірдім, бірақ ешкім менмін демеді дейді. Сәлма оған: оның кім екенін айтайын ба?
Ол сенің қамаған адамың Әбу Михжан дейді. Сағыт, оған Алла разы болсын, төбеден жай түскендей болады. Ол қалай босап кетті? Мен оны байлап тастап едім ғой дейді. Әйелі, мен оны босаттым, қайта келуге уәде етті дейді. Сөйтіп Сағыт, оған Алла разы болсын, Әбу Михжан отырған бөлмеге кіреді. Қараса, Әбу Михжан ентігіп, терең демалып отыр екен. Және денесінде көптеген жарақаты бар екен. Сағыт, оған Алла разы болсын, Әбу Михжанды құшақтап жылай бастайды. Кейін, «Валлахи, бұдан былай тіпті ішімдік ішсең де дүре соқпаймын. Сенің бүгінгісіңді көрдім. Енді сені ұра алмаймын» дейді. Әбу Михжан да, оған Алла разы болсын, жылап жібереді. «Уа, Сағыт, валлахи, бұдан былай ешқашан ішімдік ішпеймін» дейді. Ол берген уәдесінде тұрып, кейін ешқашан шарап ішпеген. Неге? Себебі ол үлкен мақсатының барын түсінді. Мен өткінші өмірде шарап ішіп, күнәға батып жүретін уақытым жоқ. Мұсылмандар маған үміт артады. Оны ақтауым керек. Сол сияқты біз мұсылман болғандықтан күнәдан алшақ болып, үлкен мақсаттарға талпынуымыз керек.